Қалайсыздар, құрметті көпшілік? Сіздерге сол еліміздің, қазақ еліміздің бұрыннан келе жатқан салт дәстүрлерінің ішінде қазіргі кезде де бұрында да қалың мал делінген, қалың малға 47 нәрсе атаған. Сол 47 деген құлағымызға сондай сіңісті болып естігеніміз бар болғанмен, неге 47 болатынын білмейді екенбіз. Соны сіздермен бөлісейін деп отырмын. 47. Қазақтың ежелгі әдетінде қыз туғанда 47, ұл туғанда ат ұстар деп сүйінші сұрайтыны, немесе қалың малға 47-ні матап берді дейтіні бар. Бұл сөз өткен ғасырларда жиі айтылып, дәстүрде жиі қайталанып, және өмірде жиі жасалып жататын қалыптасқан ғұрып болатын. Әрине, 47 дегені осынша мал екені әркімге белгілі. Ал ол неге 48 немесе 50 емес? 47-ге неге тоқтаған? Демек, бұл жай 47 емес, өзіндік ұлттық мән мағынасы, ұғымы мен сыры бар 47 болғаны. Біріншіден, қазақ 40 пен 7 санын ежелден қасиетті, өмір мен тұрмыста құпия сыры мен киесі бар сан деп қараған. Мысалы, 40-тың бірі қыдыр, қызға 40 үйден тыйым, 40 күн шілде, 7 қазына, жетіскенің 7 әлпі, жігітке 7 өнерде аз, 7 қат жер, 7 ата, 7 жұрт тағы басқалар бар. Олай болса, қазақ халық өзінің құдалық салтында қалың мал санын 40 пен 7-ні қосып, ырымдап осы санға тоқтаған. Екінші, анықтаманың халық тұрмысы мен этнографиялық ерекшеліктерін жетік білетін академик жазушы Сәбит Мұқанов өз кейіпкері атынан былай деп жазған. Әкемнің айтуынша, оның мәні былай көрінеді. Бұзаулы сиыр ма, құлынды бие ме, боталы түйе ме, ең алдымен балалайтын 7 мал беретін көрінеді. Бұған қой мен ешкі кірмейді. Мысалы, 7 бие береді делік. Оның сыртында 7 құлын, 7 тай, 7 құнан, 7 дөнен болу керек. Сонда бұл 35 бас болды ғой. Балалайтын малдың іштегі төлінде есептейді екен. Оның атын бүкпе дейді екен. Бұл да 7. Сонда 42 болды ма? Бұған қосылатын малдар. Құда болуға уәделескенде күйеудің әкесі қыздың әкесіне уәдеміз шегедей мықты болсын деп шеге ат дегенді мінгізеді. Бұл бір. Екінші, қыздың әкесі құда түсуге келгенде мінт ат дегенді береді. Мінетін ат болу керек. Үшінші, жекелту немесе жекелеу бие дегені болады. Онысы қыздың әкесі үйіне қайтып той жасағанда сойыстыққа алатыны болу керек. Төртінші, түс ат дегені болады дейді. Онысы күйеу қайнатасының үйіне алғаш барып түскенде беретін айыбы болу керек. Бесінші, өлі тірі дейтін болатын көрінеді. Бұнысы қыздың әкесі күйеудің әкесіне кеп құда түсіп жатқанда құдасынан бір қойды алып қайтады да, елінің қатын қалашына сойып беріп, бір жапырақ етіне шейін, бір қасық сорпасына шейін таратып береді. Терісінде біреуге береді. Бұл малды тірі күнінде де, сойылғанда да қыздың көзіне көрсетпейді. Қызға еті түгіл сорпасынан да татырмайды. Бұл мал сойылып, еті мен сорпасын жұрт ішіп жеп тарағанша, қызды оңаша бір үйге қамап қояды. Сонымен, манағы балалы малдың саны 42, мына соңғы әр түрлі ырымның малы 5, барлығы 47. Қазақтың 47-ні 40-ға матап бердім дейтіні осыдан ғой деп Сәбит Мұқанов айтқан екен. Мінекей 47-нің мәнісін енді білдік. Сіздерді біле жүріңіздер. Енді жас отау қыз жайлы, ұл жайлы бір-екі мақал келтірейін. Пайдаларыңызға жаратыңыздар. Қызыңды құтты орынға қондырғанша күт,
ұлыңды отау иесі болғанша күт. Күйеу жолдасымен, қыз жасауымен деген мақал бар екен. Сұлу гүлдің сарғайып солар кезі болады, сұлу қыздың әртайып оңар кезі болады. Қызбен 40 кісі сөйлеседі, бұйырған бірі алады дейді. Жақсы күйеу сүйеу болар, жақсы ағаш тіреу болар. Ерлі зайыпты тату болса, шырағының жанғаны, мейірінің қанғаны. Ер әйелі тату болса, шырағы жанар, ер әйелі араз болса, өмірден көңіл қалар дейді. Ер жақсысы елмен, әйел жақсысы ермен дегенде мақал бар екен. Алған жарды жамандап, артықты қайдан табарсың, ақ тоныңды жамандап, асылды қайдан табасың деген екен. Әйелді әшкерелейтін әжім дегенде мақал бар. Асыл әйел әрі еркек әрі қатын. Анасы мақтаған қызды алма, жеңгесі мақтаған қыздан қалма дейді. Бір қатын сылаумен қатын, бір қатын қынаумен қатын, бір қатын сынаумен қатын деген екен. Оңдырмапты, қыздар. Ер жігіттің аты жақсы болса бір бақыт, алған жары жақсы болса мың бақыт. Бір сұлудың жанарында 40 жігіт жасырынады дейді. Міне қалай түсінсеңіздер де осындай екен. Керенауды күлісінен білерсің, сүрбойдақты жүрісінен білерсің дейді. Жақсы әйел өмірдің тәттілігін сездіреді, жаман әйел өмірден бездіреді дейді. Қабыл алыңыздар, құрметті көпшілік.